Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің сіздермен өтетін сабағымыз 52-ші сабақ лепті сөйлем. Балалар, біз осы сабақта сөйлем түрлерін анықтап, тиісті тыныс белгілерін қоямыз, түрлі дерек көздерден мәліметтер табатын боламыз. Олай болса 6-шы жаттығу өлеңді мәнерлеп оқимыз. Маралдың сұрақтары. Таңертеңмен ойнайтын, ойынға бір тоймайтын, марал деген баланың сұрағы жоқ қоймайтын. Жаңбыр қалай тұрқиып, неге сүйді күн күйіп, аспанға неге көкпеңбек, таулар неге тымбек. Осылайша апасын, анасы мен атасын, шаршатады қарасаң, бір қызыққа батасың. Қайрат Жұмағалиев. Мәтіндегі қарамен жазылған қандай сөйлемдер? Мәтін, бұл мәтінде бізде қарамен жазылған сөйлемдер, бұлар сұраулы сөйлемдер болып табылады, балалар. Себебі бізде ең бірінші белгі сөйлемнің соңында сұрақ белгісі тұр, біз осыған қарап сұраулы сөйлем екенін білеміз. Және де сұрау мақсатында, балалар, жауап алу мақсатында сұрақ қойылып тұрған сұраулы сөйлемдер. Келесі тапсырма, балалар, осы сұрақтардың жауабын дерек көздерден іздеп тауып жазуымыз қажет. Ең бірінші, балалар, жаңбыр туралы мынандай ақпарат беріп кетейін. Жаңбыр бұлттан бөлініп жерге түсетін атмосфералық сұйық тамшылардың жиынтық атауы, жерге себелеп түсуі. Тропосфераның жоғарғы қабатында қалыптасқан қар, мұз түйіршіктері оның жер бетіне жақын қабатынан өткенде еріп жаңбыр тамшыларына айналады. Кейде жаңбыр бұлт арасындағы тым ұзақ тамшылардың бір-бірімен қосылуынан пайда болады. Жаңбырдың бірнеше түрі бар. Ақ жаңбыр қатпарлы бұлттардан жауады. Бірнеше сағаттан бірнеше тәулікке дейін созылады. Нөсер жаңбыр будақ бұлттардан қатты жауып тез аяқталады. Диаметрі 0,5 мм-ден аспаған тамшыларды сіркіреме жаңбыр деп атайды. Ол негізінен қатпарлы бұлттан шығып өте баяу жауады. Ал аспан неге көк? Біздің жерімізді көгілдір планета дейді. Бұлайша кездейсоқ аталмаған. Жерді қоршап тұрған ауа мұхиты көгілдір түстес. Сондықтан да біздің үстіміздегі аспан көгілдір болып көрінеді. Сен қалай ойлайсың? Неге бұлай? Күн өзінің нұрын жерге түсіреді. Алдымен күн сәулесі ғарышқа тарайды. Сол бетіне сәуле бойындағы 7 түс ғарышқа ешқандай кедергі көрместен жерді қоршап тұрған ауа қабатына келіп кіреді. Ал ауа қабатынан өту оңай емес. Жерді қоршап тұрған ауа қабаты бейне бір алып призма сияқты болып, ақ сәулені кемпірқосақтың 7 түрлі түсіне жүктейді. Содан соң әрбір түс жер бетіне өзінің бейнесінде көрінеді. Сәуле де қабырғаға соғылған доп сияқты кері серпіліп, бағытын өзгертіп, басқа жаққа бағыт түзейді. Яғни қызыл, қызғылт және сары түстер жерге кедергісіз тура жеткенімен, жасыл және көгілдір түстердің ауада біраз сапар шегуіне тура келеді. Ең көп шашырайтын көгілдір және күлгін түсте сәулелер. Сондықтан да бізге аспан көгілдір болып көрінеді. Келесі сұрақ бізде, балалар, таулар неге тым биік? Себебі тау жердің ең биік жері. 7-ші жаттығу сөйлемдерді көркем жаз. Ағаштың бұтақтарын сындырма, гүлді жұлма. Жазған сөйлемдердің қандай сөйлем екенін айт дейді. Бұл сөйлем бізде, балалар, лепті сөйлем болып табылады. Себебі сөйлем соңында леп белгісі қойылғандықтан біз оны лепті сөйлем деп атаймыз. Келесі жаттығу бізде, балалар, сурет бойынша мәтін құрастырып жаз. Суретке қарап не айтуға болады? Құрастырған мәтінде лепті сөйлемдер болсын дейді.
Біз бұл жаттығуда сырғанақта деген мәтін құрастыра аламыз. Алақай, қыз келді, күн қандай тамаша, аспан ақ төсті ертіп сырғанаққа келді. Жоғарыдан төмен қарай сырғанау ерекше сезім сыйлайды ғой шіркін. Ойынның қызуымен ол мүлдем тоңған жоқ. Ақтөсте біраз сергіп қайтты. Бұл жерде балалар, бізде 3 сұраулы сөйлем бар, иә? Бұл жерде алақай, қыз келді, күн қандай тамаша. Жоғарыдан төмен қарай сырғанау ерекше сезім сыйлайды ғой шіркін деген 3 сөз лепті сөйлем болып табылады. Себебі балалар, бізде сөйлем соңында леп белгісі қойылып тұр, иә? Адамның көңіл күйін білдіретін сөйлемдер лепті сөйлемдер деп аталынады. Соңында бізде леп белгісін қоямыз, иә? Келесі тапсырма бізде балалар 9-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына сұрау не леп белгісінің тиістісін қойып, өлеңді мәнерлеп оқы дейді. Мұзафар Әлімбаевтың «Не жомарт, кім жомарт» өлеңі берілген, және де жомарт сөзінің беретін мағынасын оқулықтың соңынан түсіндір дейді. Бұл жерде біз балалар «Не жомарт» сұрақ белгісін қоямыз, жер жомарт, адам затты асыраған леп белгісін қоямыз, не жомарт сұрау белгісі, күн жомарт, жерге нұры шашыраған леп белгі, кім жомарт сұрау белгісін қоямыз, ұстаз жомарт, бар балаға тәлім берген леп белгісін қоямыз, кім жомарт, батыр жомарт, халық үшін жанын берген леп белгісін қоямыз. Енді балалар, жомарт сөзінің мағынасына келетін болсақ, жомарт сөзі қолы ашық, барлық адамдарға өзінің көмегін аямайтын адамдарды біз жомарт адамдар деп атаймыз. Сонымен балалар, лепті сөйлем дегеніміз адамның көңіл күйін білдіретін сөйлемдер. Олар көтеріңкі дауыспен айтылады. Лепті сөйлемнен соң леп белгісі қойылады. Лепті сөйлемді мәтіннен анықтаудың бірден бір жолы ол сөйлем соңында тұрған осы леп белгісі арқылы анықтаймыз. Сонымен қатар лепті сөйлем құрау қажет болса, онда бізге көмек ретінде көңіл күй одағайлары келеді. Мысалы, адам әртүрлі көңіл күйде болады, немесе түрлі эмоциялар шығарады. Өкіну кезінде қап деген одағайды қолдансақ, таңданған кезде пай шіркін деген одағайларды қолданатын боламыз, иә? Ал өкіну кезінде ту, ойпырмай, таңданғанда мәссаған, әттең, қуанған кезде алақай деген сияқты одағайларды қолданып жатамыз. Бұндай одағай сөздердің қатары өте көп. Онымен алдағы уақытта біз таныса жатасыздар. Тек қана лепті сөйлемді құру барысында сіздерге көмекке осындай одағай сөздер келетінін ескерсеңіздер, және де тыныс белгілерін қалай қойылу керектігін білсеңіздер, әзірше сіздерге осы да жеткілікті деп ойлаймын. Енді бұндай одағай сөздер сөйлемнің басында кездессе, одан соң үтір қоямыз, ал егер сөйлемнің ортасында кездессе, екі жағынан үтір қоямыз, иә? Егер сөйлемнің соңында кездессе, алдынан үтір қоямыз. Міне, осы тыныс белгілерді сақтай отырып жазатын болсаңыздар балалар, сіздердің сөйлемдеріңіз қатесіз шығатын болады. Бұл сөздер ешқандай сұраққа жауап бермейді және сөйлемге талдаған кезде ешқандай сөйлем мүшесінің қызметін атқармайды. Сол себепті де оларды біз осылай үтір арқылы сөйлемдегі басқа сөздерден ара жігін ажыратып, оқшау қоямыз. Сондықтан да бұл сөздер оқшау сөздер деп аталады. Бұл тақырыпты сіздер жоғарғы сыныптарда әлі де толығырақ өтетін боласыздар. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де түсінікті болса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айгүл Өтеболатқызы. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.